Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай календардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. 14 ақпанға құрбыларыңызға, достарыңызға сыйлық ретінде ұсынсаңыздар болады. Ең алдымен Google-ға кіреміз. Қазақша календар 2022 деп жазып іздейміз. Бізге түрлі календарларды шығарып береді. Міне осындай календарлар. Осының ішінен біз өзімізге ұнағанын таңдаймыз. Мен осы ақ фонымен аламын. Үстін басып тұрсақ, скачать изображение деп шығады. Көшіріп аламыз галереямызға. Шығып, PicsArtқа кіреміз. Астында плюс батырмасы шығады. Плюс батырмасын басып, галереямыздан алдын ала дайындап қойған шаблон фоновый картинкамызды орналастырып аламыз. Енді плюс добавить фото батырмасын басамыз да Google-ден көшірген календарымызды орналастырамыз. Мына осылай реттеп орналастырамыз, үлкейтіп, осылай астыңғы жағына орналастырамын. Енді обрезать батырмасын басып, осындай артық жерлері болса, осылай қырқып алып тастаймыз. Осылай птичканы басып сақтаймыз. Енді осы жерде біз смешать батырмасын басамыз. Міне осының ішінде усилениені бассақ, артындағы ақ фон алынып қалады. Енді осы жерде біздің жазуымыз сәл анық емес болып тұр. Осының ішінен настройға кіріп, контрастность, яркость, резкость барлығын өзіміздің қалауымызша өзгертсек болады. Сәл қанықтау түс беретіндей қылып осылай орналастырып аламыз. Яркостында насыщенность барлығын көтереміз осылай. Біздің осы цифрларымыз анықтау, бұрынғыға қарағанда анықтау болып шықты. Енді үстіндегі птичканы басып, осылай сақтап аламыз. Енді инструментіға кіріп, выбрать кнопкасын басамыз. Соның ішінде екінші тұрған овальға кіреміз. Осындай, осы жерден осындай оваль жасайтын боламыз. Үстіндегі вырезать кнопкасын басып, осылай қиып алып тастаймыз. Біздің шаблонымыз PNG форматқа айналды. Осы жерге кейін фото қойсақ болады. Осылай сақтап аламыз. Енді стикер бөліміне кіріп, рамка іздейміз. Фотомыздың айналасына. Міне түрлі фотолар, рамкалар шықты. Осының ішінен өзімізге қажеттісін таңдап аламыз. Мен алдын ала дайындап қойған рамкам бар. Мінекей осыны орналастырамын. Осы жерде міне фотомыз кейін әдемі көрініп тұру үшін осылай сәл үлкейтіп, осылай орналастырамыз. Птичканы басып, сақтап аламыз. Енді текстқа кіреміз. Текстқа 2022 деп жазамыз. Осылай, осы жерге орналастырамын. Сәл үлкейтіп. Енді цветін таңдаймыз. Цветін шрифт таңдаймыз алдымен. Түрлі шрифттар бар бізде. Мен осы түрін таңдаймын. Енді цветке кіріп, осындай фонымызға сәйкес келетін таңдасақ болады, түсті. Болмаса, пипетканы басып, осылай біздің фонымыздағы түсті алсақ болады. Осындай. Болмаса, градиентке кіріп, цветтерін ауыстырсақ болады, осылай. Текстураға кіремін, мен текстура алғым келіп тұр. Плюс батырмасын бассақ, біздің галереямыз ашылады. Сол галереядан осындай текстура таңдағым келіп тұр. Мінекей ерекше болып шығады текстурасы. Осыны сақтап аламыз. Біздің енді шаблонымыз дайын болды. Ортасына енді біз картинка орналастырамыз. Рисовать батырмасын басамыз ол үшін. Плюс фотоны басып, галереядан фотомызды таңдап аламыз. Осылай орналастырамыз.
бір шетін созып үлкейтіп, астындағы слой батырмасын басып, біз фотомызды астына қарай жібереміз. Мінекей размерін осылай келтіріп аламыз, үлкейтіп немесе кішірейтіп орналастырамыз. Үстіндегі птичканы басып сақтап аламыз. Міне біздің календарымыз дайын болды. Осылай жасап құрбыларыңызды қуантсаңыздар болады. Видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрасаңыздар болады. Подписка жасауды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік.